Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз үшбұрыштарды шешу бөлімі бойынша жиынтық бағалау есептерін талдаймыз. Бірінші есеп: үшбұрыш қабырғалары 6 см, 10 см және 14 см болса, осы үшбұрыштың түрін анықтаңыз. Бұл жерде бұрыштарына байланысты түрін сұрап тұр. Себебі қабырғаларына қарасақ, бұл әрине әртүрлі қабырғалы үшбұрыш болатындығын көріп отырмыз. Енді біз косинустар теоремасын қолданамыз. Мысалы, кез келген үшбұрыш салайын. ABC үшбұрышы болсын. Мынау бізде 14, мынау 10, мынау 6 сантиметрлік қабырғалары болсын. Енді біз бірінші А бұрышын тауып алайық. Косинустар теоремасын жазып қоямыз. Бірінші А бұрышына қарсы жатқан VS қабырғасы VS квадрат тең болады АВ квадрат плюс АС квадрат минус 2 еселенген АВ көбейту АС көбейту косинус бұрыш А. Енді осы жерден косинус бұрышын табамыз. Косинус бұрыш А тең болады VS квадраттан азайтамын. АВ квадрат пен АС квадраттың қосындысын және оны бөлемін минус 2 көбейту АВ көбейту АС-ға. Ары қарай жалғастырамыз. VS-ның квадраты 14-дің квадраты 196, азайту 10-ның квадраты 100, қосу 6-ның квадраты 36. Минус 2 көбейту 10 көбейту 6. Так, 196-дан 136-ны алып тастаймыз. Бізде 60 болады. Сосын 20 минус 2 120 шығады. Тең болады минус 2-ден 1. Яғни косинус бұрыш А тең болады минус 2-ден 1. Бізде А бұрышы неше градуста минус 2-ден 1-ге тең болады. Жалпы біз оның косинус альфа 60 градуста 2-ден 1-ге тең болса, енді минус 2-ден 1 бұл бізде бұлай айтып жазуға болады. Мысалы 180, 180-нен 60 алып тастаймыз. Ол екінші ширек, екінші ширектегі косинустың таңбасы. Сонда мына жерде бұлай болады деген сөз. Косинус 180 градус азайту. Яғни бұл 60, 120 градус. Бұрыш А 120 градусқа тең болады. Мына жер бізде 120 градус. Енді дәл осылай қазір АВ қабырғасына қарсы жатқан С бұрышын табамыз. Және АС қабырғасына қарсы жатқан В бұрышын тауып аламыз. Неке оқушылармен жазып қойдым. Енді ары қарай АВ қабырғасына қарсы жатқан бұрышсыны табамыз. Дәл осы формуладан косинус бұрышсыны өрнектеп аламыз. Ол АВ квадрат минус АС квадрат пен ВС квадраттың қосындысының айырмасы бөлінген минус 2 АС көбейту ВС. АВ бізде 10 деп алдық, 100, азайту АС 36, қосу 196. Минус 2 көбейту 10 көбейту 10 емес 14 көбейту 6. Сонда мына жерде минус 196-ға 36 қосамыз. 2 бір ойда 232. 232-ден 100 алып тастаймын. 132 және оны минус 12 көбейту 14-ге бөлеміз. Минус пен минус плюс болып кетеді, және 132-ні 12-ге бөлсек, 11 шығады екен. 14-тен 11. Сонда бізде бұрыш С тең болады. Косинус бұрыш С тең болады 14-тен 11 болды. Ары қарай АС квадратты табу үшін
АВ квадратқа қосамыз ВС квадрат, азайту 2 көбейту АВ көбейту ВС көбейту косинус бұрыш В деп алатын едік. Қайтадан косинус бұрыш В-ны табу үшін АС квадраттан азайтамыз АВ квадрат қосу ВС квадрат минус 2 көбейту АВ көбейту ВС. Тең болады. Асы бізде 36, азайту АВ 100, қосу 196, минус 2 көбейту 10, көбейту 14. Так, 36-дан 296-ны азайтамыз, және минус 280. Мұнда минус 260, минус 280, қысқартып жібереміз 14-тен 13. Сонда косинус бұрыш Б тең болады 14-тен 13. Осылай есептеп аласыздар оқушылар. Содан кейін қарайсыз. Жаңа бізде А бұрышы 120 градусқа тең болды. Бұл доғал бұрыш. Демек, біздің үш бұрышымыз доғал бұрышты үш бұрыш болады екен. Осындай есеп берілген болса, сіздерге бірінші мына үлкен қабырғаға қарсы жатқан бұрышты тауып алудан бастаңыздар. Егер ол сіздерде мысалы доғал бұрыш шығатын болса, міндетті түрде ары қарай мына екеуін есептемей-ақ сіз доғал бұрышты үш бұрыш деп жаза аласыз. Ал егер сүйір бұрыш шығатын болса, онда тағы да бір бұрышты есептеп көріңіз. Келесі екінші есеп. АБС үш бұрышында ВС 2 түбірасты 3 см. 2 түбірасты 7 см. Және А бұрышы берілген 30 градус. Егер АВ-ның асыға қатынасы берілген болса, үш бұрыштың ауданын табыңыз дейді. Косинустар теоремасын қолданамыз. Маған АВ және асы қабырғаларын тауып алу керек. Мынадай формуланы қолданамын аудан табу үшін. 2-ден 1 көбейту А көбейту Б көбейту синус альфа. Яғни АБ дегеніміз мына бұрышқа іргелес жатқан қабырғаларын айтады. Так, АБ-ның асыға қатынасы ол бірдің 2 түбірасты 3-ке қатынасы. Егер мен АБ-ны X деп алсам, онда асы менде 2 түбірасты 3X-ті береді. Косинустар теоремасы бойынша жазамын. ВС квадрат тең болады АВ квадрат плюс асы квадрат минус 2 еселенген АВ көбейту асы көбейту косинус альфа. ВС квадрат 2-ның квадраты 4, 4-ті 7-ге көбейтеміз 28 тең болады. Х квадрат плюс 2 2 4 13-ке көбейтем 12х квадрат минус 2 көбейту х көбейту 2 түбірасты 3х көбейту косинус 30 градуста түбірасты 3 бөлу 2-ге тең. 28 тең болады 13х квадрат минус 2 мен 2-ні қысқартамын. Түбірасты 3-ті түбірасты 3-ке көбейтем 3, 12 еселеймін 6х квадрат. 13х квадраттан 6х квадрат алам, 7х квадрат тең болады 28, х квадраттың 4, х-ін 2-ге. Яғни бұл үш бұрыштың қабырғасы болғандықтан минус 2-ні алмаймыз. 2 бұл менде АВ, яғни 2 болып шықты. Енді асыны табу үшін асы тең болады 2 түбірасты 3-ті 2-ке көбейтеміз 4 түбірасты 3. Сонда үш бұрыштың ауданы S тең болады 2-ден 1 көбейту 2 көбейту 4 түбірасты 3 көбейту синус 30 градус ол 2-ден 1. 2 мен 2-ні қысқартамын. Тағы да қысқартылады. Сонда 2 түбірасты 3. Есептің жауабы S тең болады 2 түбірасты 3. Келесі үшінші есеп. Тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің қатынасы 3-тің 4-ке қатынасындай. Осы үшбұрышқа сырттай және іштей сызылған шеңберлердің радиустарының айырмасы 27 см болса, берілген үшбұрыштың кіші катетін табыңыз. Кез келген тікбұрышты үшбұрыш саламыз. Сіздерде егер циркуль болса, міндетті түрде циркуль қолданамыз. Және тікбұрышты үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер, мінекей. Және ол шеңбердің диаметрі, міне біздің тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы болатындығын білесіздер. А, Б, С. Және осы үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер.
ауданмен осы үшбұрышқа іштей сызылған, сырттай сызылған шеңбердің радиустарының қандай байланысы бар еді? Бірінші жазамыз. R тең болады, яғни үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табу үшін А көбейту Б көбейту С үш қабырғасын көбейтіп, оны 4 еселенген ауданға бөліп тастаймыз. Ал іштей сызылған шеңбердің радиусын табу үшін 2S-ті екеселенген ауданды бөлеміз А қосу Б қосу С-ға, яғни үш қабырғасының қосындысына. Әрі қарай катеттерінің қатынасы берілген, 3-тің 4-ке қатынасындай. Сонда А катетінің Б катетіне қатынасы 3-тің 4-ке қатынасындай. Қазір мына жерді жылжып кетпеу үшін бастырып қойын. Сосын Пифагор теоремасы бойынша сіздер білесіздер, гипотенуза тең болады 2 катеттің квадраттарының қосындысына гипотенузаның квадраты тең болатындығын. Енді бұл жерде А-ны біз 3х деп алсақ, онда бұны 4х деп аламыз. Сонда С квадрат тең болады 3х-тің квадраты қосу 4х-тің квадраты. Әрі қарай 3х-тің квадраты 9х квадрат плюс 16х квадрат. Екеуін қосатын болсақ 25х квадрат. Сонда С квадрат бізде 25х квадратқа тең болып тұр. Енді әрі қарай осыларды белгілейміз. Мына екеуінің айырымы берілген. Үлкен сырттай және іштей сызылған шеңберлі радиустарының айырымы 27-ге тең. Неге қазір осыны да қолданамыз. Әрі қарай жалғастырамыз. Яғни мына үлкен R-дан кіші R-дің айырмасы 27-ге тең болатындығын ескереміз. Ол үшін бірінші R тең болады. А, Б, С әрқайсының орнына қоямыз. А-ның орнына 3х көбейту 4х, Б-ның орнына және С-ның орнына 5х жазам. 4 көбейту тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу формуласы 2-ден 1 көбейту А көбейту Б. Мінекей осы формуланы қолданамын. 2-ден 1 А-ның орнына 3х және Б-ның орнына 4х жазам. Тең болады. 4х пен 4х-ті қысқартып жіберем, 3х пен 3х-ті қысқартып жіберем, 2 мен 4-ті қысқартамын. Сонда менде 5х бөлу 2 шығады. Келесі, кішкентай r-ді табамыз. Мына жерге 2 көбейту. 2-ден 1 көбейту. А-ның орнында 3х, Б-ның орнында 4х, бөлімінде 3х қосу 4х қосу 5х тең болады. 2 мен 2 қысқарады. 3-4-ім 12х квадрат болады. 12х тең болады. Х 12 мен 12, х пен х-тің квадраты қысқарып кетеді. Мына формулаға салам. Сонда 5х бөлу 2 азайту х тең болады 27-ге. Ортақ бөлімге келтірсем 2, 5х азайту 2х тең болады 27. 3х бөлу 2 тең болады 27. 3х тең болады 27-ні 2-ге көбейтем. Х тең болады 27 көбейту 2, 13-ке бөлем. 3 пен 27-ні қысқартам 9, х тең болады 18. Есеп әлі аяқталған жоқ, себебі бізде кіші катетін табыңыз дейді. Кіші катет ол бізде А болып тұр. А тең болады 3 көбейту 18 тең болады 54. Сонда есептің жауабы 54 сантиметр.